Барлықтарыңызға сәлем, арнамызға қош келдіңіздер. Тірі болсам, хан баласында қазақтың хақысы бар еді. Қазаққа қызмет қылмай қоймаймын. Европа мәдениеттімін деп мақтанғанымен, мәдениеті өнерінде ғана, ал мінезі хайуандық сапарынан қайтқан жоқ. Адам баласы нәпсінің құлы, маңдайы тасқа тимей тоқтамайды. Жұрт әділ болмай, жұрт ісі оңға баспайды. Заң адам пайдасына жазылады. Адам заң үшін тумайды ғой. Би түзу, билік әділ болсын. Жер десе дірілдемей болмайды. Жер мәселесі өмір сүру мәселесінің зоры. Көзі соқырдан, көңілі соқыр жаман. Байлықты өнермен, шаруамен, қызметпен іздер болар. Өзің түйеден өткен жетекшіл болсаң, саған ақыл не керек? Бостандыққа апаратын жалғыз жол ұлттық ынтымақ қана. Биді кім болса содан қорықпайтындай, біреудің бетінің қызылына немесе біреудің жақсы жағасына қарамайтындай жағдайға қою шарт. Тірі болсақ алдымыз үлкен той. Алаштың баласы бұл жолы болмаса, жақын арада өз тізгіні өзінде бөлек мемлекет болар. Бір өнер қылған екі кісіге тар жер, екі өнер қылған екі кісіге кең болады. Шыңғысхан дүниені алды. Артында түк белгі қалған жоқ. Ақсақ Темір дүниені алмаса да, артында Самарқант, мешіт, медреседей белгі қалды. Шыңғыс көшпелі, Ақсақ Темір отырықшы. Біздің қазақ жерді меншікті қылып алса, башқұртша көріп, мұжыққа сатып, біраз жылда сыпырылып, жалаңаш шыға келеді. Француз, орыс һәм өзге жұрттың тарихынан көрінеді. Молда үкіметтей ақша салса, сатылып кетеді. Рухани іс аяқ асты болады. Жалақы алған молдалар үкіметке жетекшіл болып еріп кетеді. Байлық басы көпке байлаулы емес, базарда ақша болатынға байлаулы. Біздің қазақ-қырғыз дін ісін көркейтетін болса, үкімет ісін бөліп қойған оң болады. Қазақ сайлауы жұртқа келген бір жұт. Сайлау жылы мал бағусыз, егін салусыз, пішен шабусыз қалады. Дүниеде не болса да бірте-бірте аздап ілгері басып болады. Талас тартыс жоқ болса, өмір абақтыға айналар еді. Әр заманның өз рәсімі, өз салты бар. Біздің замандағы салт әркім құқығына таласу, құқығына тартысу болады. Жылау салты артта қалды. Байлық түбі ақыл һәм қол ұсталығы. Осы екеу қосылмай адам баласы қазынаға жарымайды. Европада халық партия болғанда адаспас ақ жол табамыз деп, адам аспас асқар белден асамыз деп, жұрт ілгері басатын іс қыламыз деп таласады. Адам қызметіне кіріспей қазына тумайды. Адам баласы бір-біріне өкімші де, құлда болған. Мақаланы қалам өз тілегінде жазса, сөз кестелі болады. Көкіректе сайрап тұр, қолды заман байлап тұр. Адам жылап отырса, оның орнына келген заң қарпы не опа бере алады. Бұл ғұмыр тойына шақырылған көптің бәрі бірдей өз өнеріне тиісті орын ала бермейді. Тіршілік ғұмыр белгісі, алыс тартыс арбау әдіс. Әділдік жоқ жұртта береке бірлік болмайды. Байлықты өнермен, шаруамен, қызметпен іздемей, жұртты тонап, момынды жылатып, іздеген мырзалар қысты күні үңгірде жатып, өз аяғын өзі сорған аю тәрізді. Түзу қалам қисайған,
Өткір ғалам мүжілген заман. Елдің тұрмысын, тілін, мінезін білмеген кісі көш басында алып жүре алмайды. Бізде болыс көп сайлаған болмай, бөтен елден орыс жетелеп әкелген бұралқы болды. Білімнен мақсат шықпайды. Жер дауы тамам 5 миллион қазақ дауы. Австралия қойының еті 4 ай мұхитта кемемен жүріп келіп, Петербург базарында сатылады. Малы көшіп жүр, адамы қала болып отыр. Бұл заманда жылап мұратқа жетемдеу, аш түйенің күйсеуі сынды дәрменсіздік. Жұртқа әділ би пайдалы, көпке сүйенген, көп сөзін тыңдаған, билігінің орнына жұмсайтын, арам жемейтін, іс білетін, ел мүддесін ашық қорғай алатын болыс пайдалы. Дүние билігі күннен күнге ақылды, ұста жұрт қолына ауып барады. Алыспаған, жұлыспаған бостандық атына мінбейді. Бұғаудан босамайды. Ер құлдықтан, әйел күндіктен шықпайды. Малына да, басына да ие болмайды. Қазақ-ау, түзуің бірігіп, жұрт үшін қам ойлайтын кез келген жоқ па? Ұлтына, жұртына қызмет ету білімнен емес, мінезден. Болғаннан қашпа, болмағанға саспа. Білім біліммен, мінез мінезбен. Көп оқыса, зейінді болса, білімді болмақ. Ал мінезі жақсы бола ма, әлде жаман бола ма, мұны Құдай біледі. Бұл болып тұрған заман алаштың азаматына зор жүк. Жапонда кісі қажетіне жаратылмаған алақандай жер жоқ. Онда мұндай ыждахатты жанкештілік болмаса, аштан өлесің. Жан айқай қазақтың оқыған азаматтары қазаққа осындайда қызмет етпегенде қашан қызмет етіп пайдамызды тигіземіз. Нағыз түрік затты халық тілі біздің қазақта. Жан тебіреніс азаттық таңы атты. Тілекке Құдай жеткізді. Күні кеше құл едік, енді бүгін теңелдік. Ақылды сөз қылмақ қиын. Ақылды сөзді, ақылды іс қылмақ одан да қиын. Біздің еңбегімізді бағалағандарыңызға рахмет.